Біз Атырау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штабтың жұмысын күнделікті айтып отырамыз. Құрметті көрермен, су тасқынына байланысты шұғыл және шынайы һәм ресми ақпараттарды білу үшін төменде көрсетілген QR код арқылы Каспий Ньюс телеарнасының Telegram арнасына тіркеліңіздер. Бүгін 1 мамыр сағат 08:00-дегі Атырау облысы бойынша Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны ұсынған ақпарат. 1 мамырда Жайық өзенінің деңгейі Индербор кентінің тұсында 25 сантиметрге көтеріліп, 718 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 845 сантиметр. Махамбет ауыл маңында Жайық өзенінің деңгейі бір тәулікте 15 сантиметрге көтеріліп, су деңгейі 779 сантиметрді көрсетіп тұр. Қауіпті деңгей 850 сантиметр. Атырау қаласында Жайық өзенінің деңгейі бір тәулік ішінде 5 сантиметрге көтеріліп, қазір 451 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгей 550 сантиметр. Қиғаш Шортанбай бекетіндегі су деңгейі тәулік ішінде 10 сантиметрге көтеріліп, қазір мұндағы су деңгейі 354 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 5 метр. Жем өзенінің деңгейі бір күн ішінде 4 сантиметрге төмендеп, 146 сантиметрді көрсетті. Орал қаласының тұсында Жайық деңгейі 1 мамыр күні 8. Көшімде 7 сантиметрге түссе, Тайпақта 34 сантиметрге көтерілді. 1 мамыр күні Иреклі су қоймасынан секундына 141 текше метр су жіберіліп жатыр. Енді Қиғаш пен Шарун өзеніндегі су деңгейі туралы жедел мәлімет. Атырау облысы Қазгидромет орталығының гидрологиялық мониторингінің деректері бойынша 1 мамыр сағат 8-дегі жағдай. Қиғаш өзені Шортанбай ауылы су бекетіндегі су деңгейі тәулігіне 10 сантиметрге артты және 354 сантиметрге тең. Су тасқыны басталғаннан бері жалпы көтерілу 225 сантиметрді құрайды. Қиғаш өзені Бөкейхан ауылы су бекетіндегі су деңгейі тәулігіне 4 сантиметрге көтеріліп отыр. Жалпы деңгей 219 сантиметрді құрайды. Су тасқыны басталғаннан бастап көтерілуі 209 сантиметр. Шарун өзені Құрманғазы ауылы су бекетіндегі су деңгейінің тәулігіне 4 сантиметрге артқаны байқалады. Жалпы деңгей 213 сантиметр. Су тасқыны басталғаннан бері көтерілу 116 сантиметрді құрайды. 1 мамырдағы Еділ су электр станциясының су жіберу секундына 19.680 текше метрге жеткен. Ауа құрамына келер болсақ, 1 мамыр күнгі Қазгидромет орталығының мәліметі бойынша Атырау қаласындағы ауа құрамында өзгеріс бар. Нөмірі 111 бекетте күкіртті сутек көлемі 1,8 микрограммға көбейгені тіркелген. Қалған өлшемдер қалыпты, яғни азот оксиді 11,4, көмір қышқыл оксиді 191, азот диоксиді 9,9, күкірт диоксиді 1 микрограммды көрсеткен. Ал бүгін желдің жылдамдығы сағатына 11 шақырым. Ол шығыстан батысқа қарай соғып тұр. Жалпы статистиканы баяндар болсақ, Атырауда жағалауды нығайту жұмыстары 97%-ға аяқталған. 30 сәуірдегі жағдай бойынша жоспарланған 250,8 шақырым бөгеттің 243,6 шақырымы салынды деп хабарлайды төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаб. Жағалауды нығайту жұмыстарына 444 бірлік техника, 809 ұйым қызметкері және 1774 ерікті жұмылдырылыпты. Сонымен қатар тасқынның алдын алу мақсатында құм салынған 5 миллион қапшық бөгет бекітуге пайдаланылған. Бүгінде Индер ауданындағы жағалауды нығайту жұмыстары 100%-ға аяқталған. Жоспарланған 30 шақырым бөгет түгел салынды. Оның орташа биіктігі 4,15 метр. Шамамен 518.500 қап дайындалған. Жағалауды нығайту жұмыстарына 988 адам және 132 бірлік техника жұмылдырылды. Енді Махамбет ауданындағы жағалауды нығайту жұмыстарының жалпы статистикасын баяндасақ, жоспарланған 65,15 шақырым бөгеттің 65,4 шақырымы тұрғызылды. Орташа биіктігі 2,15 метр. Орындалған жұмыс көлемі 99,8%-ды құрайды. Шамамен 1,077,920 қап дайындалған.
жағалауды нығайту жұмыстарына 1628 адам және 207 бірлік техника жұмылдырылды. Жылойдағы зардап шеккен барлық тұрғын үйге келтірілген залал толық көлемде өтеледі. Осы орайда облыс әкімі Серік Шапкенов су басқан үйлерге келтірілген залалды техникалық тексеруге және бағалауға 2 апта уақыт берді. Жалпы үйлерді абаттандыру жұмыстары басталғаннан кейін тұрғындардың ұсыныс пікірі ескеріледі. Егер олар үйлерді өз қалауы бойынша жөндегісі келсе, зиянның мөлшеріне байланысты қаражат толық көлемде аударылады. Баспанасы жарамсыз деп танылған азаматтар үшін сол орынға не өздері таңдаған жерде типтік жоба бойынша үй салынады, немесе шығын көлеміне қарай тұрғын үй сатып алынып беріледі, деді аймақ басшысы. 1 мамырдағы жағдай бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолға материалдық көмек төлеуге 3878 жылойлықтан өтініш қабылданып, табиғи апаттан зардап шеккен 3591 тұрғынға қаражат төленген. Төлемдердің жалпы сомасы 1 миллиард 325 миллион 797 мың 200 теңге. Құлсарыда болған тасқын кезінде 258 кәсіпкерлік нысан зардап шеккен. Жалпы аудан орталығында олардың саны 1034 болса, 261 кәсіпкер арнаулы базаға тіркелген екен. Қазір ауданда арнайы комиссия құрылып, комиссия мүшелері суға кеткен кәсіпкерлік нысандарда аралауды бастады. Соның ішінде азық-түлік өнімдерін сататын дүкендерге барып, ондағы өнімдердің сатуға жарамды немесе жарамсыз екенін анықтауда. Жылой ауданында шығарылған судың көлемі 3 миллион текше метрді құрады. 1 мамыр күнгі мәліметке сәйкес, Құлсары қаласының аумағын құрғатуда күн сайын жеке құрамның 222 адамы және 97 бірлік техника, 2 жүзу құралы, 23 тасымалданатын мотопомпалар, 20 тіркеме мотопомпа және 4 АМ 500 жұмылдырылып отыр. Қазіргі уақытта электр желілері мен газбен жабдықтау желілерін қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Бұл мақсатта 4 бригада мен 5 арнайы техника тартылған. Биыл 1-10 сынып аралығында оқитын 123 мыңға жуық атыраулық оқушы жазғы лагерьде демалады. Бұл туралы Атырау облыстық білім беру басқармасы басшысының орынбасары Орынтай Биманова мәлімдеді. Әзірге балалардың нақты қай қалаға барып демалатыны белгісіз. Қазір демалысты ұйымдастыратын мекемені анықтау мақсатында конкурс өткізіліп жатыр. Орынтай Биманованың айтуынша, сауықтыру лагерлеріне тек жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған, аз қамтылған, көп балалы отбасылардан шыққан, денсаулығында кінәраты бар балалар мен жалпы білім беретін мектептердің үздік оқушылары баралады. Ал су тасқынынан зардап шеккен Құлсары қаласының 30 оқушысы мамырдың 3 күні Балқаш қаласындағы лагерьге аттанады. Ол үшін қаржы жалпыға міндетті оқу қорының есебінен бөлінген. Сондай-ақ биыл Ресейдің Железноводск қаласындағы Қазақстан геологы лагерінде 1400-ге жуық бала демалмақ. Құрметті көрермен, төтенше жағдай кезінде түрлі алып қашпа әңгімелер көбейетіне белгілі. Сол себепті шындыққа жанаспайтын мәліметтерге сеніп, әуре сарсаңға, дүрбелеңге салынбауларыңызды сұраймыз. Атырау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаб хабарлаған ресми ақпаратты оқыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын.